Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күннің тақырыбы салыстырмалық теориясының эксперименттік негіздері, Эйнштейннің постулаттары. Сабақтың мақсаты салыстырмалық теориясының элементтері, принциптері, Эйнштейннің постулаттарымен таныстыру, релятивтік динамика заңдарын пайдалана отырып, өз бетімен есептер шығаруға дағдыландыру. Салыстырмалы теорияның негізін қалаушы, Эйнштейннің салыстырмалық принципі, Майкельсон тәжірибесі, Эйнштейн постулаттары, релятивистік динамика туралы. Салыстырмалы теорияның негізін қалаушы Альберт Эйнштейн, қазіргі Германия жерінде туып өскен физик-теоретик, заманауи физиканың екі негізгі тірегінің бірі болып есептелетін салыстырмалық теориясының негізін қалаушы. Эйнштейн ғылым философиясына қосқан үлесімен танымал. Ол масса-энергия эквиваленттілігінің формуласын ойлап тапқандығымен әйгілі. 1921 жылы теориялық физикаға қосқан үлесі үшін, фотоэлектрлі эффект заңын ашқандығы үшін, кванттық теорияның дамуына қарай қадамдары үшін физикадан Нобель сыйлығының иегері атанды. Атақты ойшыл және қоғам қайраткері, әлемнің алдыңғы қатарлы 20-ға жуық университеттерінің құрметті профессоры, КСРО ғылым академиясының шетелдік құрметті мүшесі. Эйнштейннің басты еңбегі салыстырмалық теориясы. Бұдан бөлек 300-ден астам ғылыми еңбектердің, тарих ғылымдары философиясы саласындағы 150-дей кітап, мақалалардың авторы ретінде де танымал. Ол бірнеше түбегейлі физикалық теорияларды жасады. Арнайы салыстырмалық теориясы, жылу сыйымдылығының және фотоэффект кванттық теориясы, Бозе-Эйнштейннің кванттық статистикасы, Броун қозғалысының статистикалық теориясы, флуктуациялардың теориясына негізін салған. Арнайы салыстырмалық теория. Бұл кеңістік пен уақыт туралы бірден-бір заманауи физикалық теория. Кванттық теориямен қатар арнайы салыстырмалық теория заманауи физика мен техниканың теориялық тұғыры болып табылады. Арнайы салыстырмалық теорияны релятивистік теория деп атайды. Кез келген дененің қозғалыс жөнінде оны басқа денелермен салыстыра отырып қана айтуға болады. Әдетте бұл басқа денелермен қандай да бір санақ жүйесін байланыстырады да, қозғалысты осы санақ жүйесіне қатысты қарастырады. Механикадағы Ньютонның заңдары орынды болатын санақ жүйелерінің инерциялы санақ жүйелері деп атайды. Берілген инерциялы санақ жүйесіне қатысты бір қалыпты түзусоқты қозғалып бара жатқан кез келген басқа санақ жүйесі де инерциялы болады. Яғни ол жүйелерде де Ньютон заңдары орынды. Барлық инерциялық жүйелерде механикалық құбылыстар бірдей болып өтеді. Бұл тұжырым Галилейдің салыстырмалық принципі деп аталады. Математикалық тұрғыдан алғанда, бұл принцип механика заңдарының кез келген инерциалды санақ жүйесінде бірдей теңдеумен сипатталатыны көрсетіледі. Енді мынандай сұрақ туындайды. Салыстырмалық принципі тек механикалық процестер үшін ғана орынды ма, әлде басқа құбылыстар үшін де орындала ма? Бұл жердегі негізгі мәселе жарық жылдамдығымен байланысты. Максвелл теориясы бойынша жарықтың вакуумдағы жылдамдығы 3^10^8 дәрежесіне тең және еш нәрседен тәуелсіз әлемдік тұрақты екені белгілі. Екінші жағынан бұл тұжырым жылдамдықтарды қосуды классикалық заңына қарама-қайшы келеді. Майкельсон тәжірибесінде салыстырмалық теориясында жарықтың таралу жылдамдығының барлық инерциялық санақ жүйелерінде тұрақты болуы көптеген тәжірибе нәтижелерімен расталған постулат ретінде қабылданды. Ал бұл Максвелл теориясынан шығатын қорытындыға қарама-қайшы. Бұл тұжырымның дұрыс я бұрыс екендігіне көз жеткізетін нақтылы жауапты тек арнайы жасалған тәжірибе ғана беруі тиіс еді. Мұндай тәжірибе жасалды. Ол Майкельсон мен Морли тәжірибесі. Бұл тәжірибе жарық жылдамдығының барлық инерциалдық жүйелерде бірдей екенін көрсетті. Осы тәжірибе жасалған Майкельсон интерферометрі мен тұжырымның дұрыс я бұрыс екеніне көз жеткізетін нақтылы жауапты тек оның принципті сызбасы жоғарыда көрсетілген екі суретте келтірілген. Бұл тәжірибенің негізгі мақсаты эфир желіне қатысты жылдамдығын өлшеу болатын. Бұл тәжірибе жарық жылдамдығының барлық инерциалды санақ жүйесінде бірдей екендігін көрсетті. Жоғарыда келтірілген тәжірибелерді тұжырымдай келе Эйнштейн өзінің постулаттарын қорытып шығарды. Эйнштейннің бірінші постулаты табиғат
Жарықтың заңдары барлық инерциялы жүйелерде бірдей өтеді. Екінші постулат. Жарықтың вакуумдегі жылдамдығы барлық инерция жүйелерде бірдей және тұрақты шама болады. Басқаша айтқанда, жарық жылдамдығы жарық көзі мен бақылаушы қозғалысына тәуелді емес. Эйнштейннің бірінші постулаты әдетте салыстырмалық принципі, екінші постулаты жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі деп аталады. Эйнштейн осы екі принципке сүйеніп өзінің арнаулы салыстырмалық теориясын шығарды. Эйнштейннің осы теориясы 20 ғасырда өрбіген ең маңызды теориялардың бірі болып табылады. Динамика туралы түсінік. Классикалық механика түсінігі бойынша дененің массасы өзгермейтін тұрақты шама, бірақ 19 ғасырдың аяғында аса үлкен жылдамдықпен қозғалатын электронды бақылай отырып, денелердің массаларының жылдамдықтарына байланысты екендігін, дәлірек айтсақ, жылдамдық артқан сайын массаның көбейетіндігін төмендегі заңдылық бойынша тапты. М тең М бөлінген түбір астында 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат. Мұндағы М0 материялық нүктенің тыныштық массасы, М релятивистік масса, С жарық жылдамдығы. Бұл жерде массаның жылдамдыққа тәуелділік графигі көрсетілген. Екінші, масса мен энергияның байланысы. Үшінші, релятивистік бөлшектің энергиясы мен импульсінің арасындағы байланыс энергиясын өрнектейтін формула. Төртінші, жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы көрсетілген. Динамиканың заңдары. Бірінші, массаның жылдамдыққа тәуелділігі. Екінші, импульстің релятивтік заңы. Бетінше орындайтын тапсырмалар тізбегі. Өз бетінше орындауға 3 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмаға жауап берсеңіз 3, бірінші және екінші тапсырмаға жауап берсеңіз 4, 3 тапсырмаға да жауап берсеңіз 5-пен бағаланасыз. Бірінші тапсырма сұрақтар, екінші кестемен жұмыс, үшінші есептер шығару. Бірінші тапсырма кеңістік пен уақыттың арнайы салыстырмалы теориясын құрған кім? Екінші, арнайы салыстырмалы теорияның неше постулаты бар? Үшінші, механикадағы салыстырмалы принципін құрған кім? Төртінші, релятивтік жылдамдықтарды қосу заңы вакуумдегі жарық жылдамдығынан артық бола ма? 5. Эйнштейнге Нобель сыйлығы қай жылы берілді? 6. Жарық жылдамдығының сан мәні. Кестені толтырыңыз. Бірінші, формулаларды тізбектеп жазып шығасыз. Атауын қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде жазасыз. Тапсырма. Бірінші есеп. Қозғалыс жылдамдығы 0,97 секунд болатын электронның массасы тыныштықтағы массасынан қанша артық екенін анықтаңыз. Екінші есеп. Электрон 0,18 секунд жылдамдықпен қозғалатын болса, оның кинетикалық энергиясын табыңыз. Енді осы орындаған тапсырмаларыңызды Платонов платформасына саласыздар, сол жерден тексеріп бағалаймын.